Ассаламу алейкум. Бүгін осындай чак-чакка ұқсайтын бауырсақтар дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа керек болады. 2 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Одан кейін тұз қосамыз. Және де сұйық майымызды құямыз. Одан кейін жылымық суымызды құямыз. Барлық мөлшерін астындағы жазба бөліміне қалдырдым, сол жерден көре аласыздар. Енді жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Осы рецептпен чак-чак жасайтын болсаңыздар, чак-чактарыңыз жақсы шығатынына сенімдімін. Қамырымызды илеу барысында қамырымызды өте жұмсақ қылмай, қаттырақ илейтін боламыз. Қамырымызды илеп, тындырып, бір 5-10 минутқа қойып қоямыз. Бұл қамыры қатты иленгенімен, бірақ жұмсақ шығады. Өйткені арасына май қосылған. Сондықтан қамырымыз жұмсақ болып шығады. Піскен кезде де жұмсақ болып шығады. Мінекей осылай илеп болғаннан кейін, осылай 5-10 минут қана тындырып, одан кейін аз-аз ұн себе отырып, жайып аламыз. Осылай жұқа қылып жайып, одан кейін осылай қақпақтың көмегімен, немесе осындай дөңгелек формамен, барлығын дөңгелектеп кесіп шығатын боламыз. Мінекей осылай дөңгелектеп барлығын кесіп шықтық. Енді 6 данадан ала отырып, бірінің үстіне бірін қойып, формаға келтіріп жасайтын боламыз. Мінекей осылай 6 дана қамырымызды алып аламыз. Одан кейін осылай дәл видеода көрсетілгендей бірінің үстіне бірін қойып, одан кейін үстінен жіңішке затпен басатын боламыз. Қасықты бола береді. Мінекей өте жіңішке болу керек, өте қатты баспаймыз. Өте қатты бассақ, қамырымыз бөлініп қалуы мүмкін. Сондықтан қамырымызға салмақ түсірмей басатын боламыз. Мінекей осындай форма шығады. Енді қызып тұрған майымызға ақырындап пісіріп алатын боламыз. Екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Мінекей осымен өзгеше, дәмді, әрі жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет.